Батыс Қазақстан облысында мемлекеттік қызметшілердің 23% белгіленген уақыттан артық жұмыс істейді. Жергілікті атқарушы органдар арасында жүргізілген жасырын сауалнама нәтижесі осыны көрсетті. Сараптама нәтижесіне сүйенсек, олар күніне шамамен 1,5 сағаттан артық еңбек етеді. Аймақта осы мәселені оңтайландыру үшін басшылық құрамдағы мемлекеттік қызметшілер арасында арнайы курстар өткізіледі. Онда мемлекеттік қызметтегі тайм-менеджмент үйретіледі. Яғни басшылардың жиналыстарға тұтас ұжымды емес, тек жауапты қызметшілерді шақыру. Мәжілістерді өткізуде заманауи ақпараттық технологияны қолдану және жүктемелерді азайту арқылы мемлекеттік қызметшілер уақытын тиімді пайдалану дағдыларын дамыту көзделіп отыр. Не обязательно, допустим, по какому-то вопросу. Мемлекеттік қызметшілердің ұдайы белгіленген мөлшерден артық жұмыс істеуі, тиісті бұйрықсыз жұмыстан кейінде орында отыруы олардың құқығын өрескел бұзу болып табылады. Мемлекет басшысы атап өткен, яғни әдетте кешкі уақытқа жиі қойылатын түрлі жиналыстарды азайту үшін ішкі жұмыс үдерісі дұрыс ұйымдастырылуы тиіс. Міне сондықтан да бұл салада ақпараттық технология саласындағы тың жетістіктерді молынан пайдалану қажет. Мемлекеттік қызметшілерін ынталандыру үшін енді жұмыстан тыс уақытын төлеу жөнінде және мейрам күндері, басқа демалыс күндері шығу уақытында әрбір мекеме басшысының бұйрығы шығып, мекеме басшысының рұқсатымен және ақылай немесе басқа демалыс уақыт беріле жұмысқа тарту жүйесін енгізу жөнінде ұсыныстар жолданды.